бір айнымалы сызықты теңсіздіктердің жүйесін шешу. Мен сіздерге қазір осыны түсіндіретін боламын. Сосын біз мына есептерді шығаратын боламыз. 967-де ауызша оқимыз. 968, 969 есептерін шығаратын боламыз. Алдымен біз мына сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтардың шешімін табайық. Қандай теңсіздіктер бір жүйеге біріктіріледі? Міне мынандай. Немесе олардың шешімдері болмайды. Міне оқылық. 4х кіші 200-ден 4х қосу 20 360-тан үлкен 200-ден кіші 360-тан деп таптық. Ал екінші бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімі дегеніміз не? Міне бұл сұрақтың жауабы мына жерде тұр. Міне мына жерде тұр. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімі дегеніміз жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысын тура теңсіздікке айналдыратын айнымалылардың мәндері. Ал енді біз осы сұраққа жауап бердік. Ал енді бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктердің жүйесінің шешімдерін табу үшін 3 мысал. Міне жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысының шешімдерін табуымыз керек. Екінші, табылған шешімдері бір координаталық түзуде кескіндеуіміз керек. Үшінші, координаталық түзуден жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімін табуымыз керек. Табу және де бірде бір шешімі болмайтынын дәлелдеу. Мысалы біз мындай: жауабы жоқ, шешімі болмайды деген сияқты осындай мүлде болмайды. Немесе аралық теңсіздіктер былай: 0,7-ден 1,8-ге дейін деп аралық сандарды осылай табамыз. Біз оны және де координаталық түзуде сызамыз. Және де қатаң біреуі, ал біреуі қатаң емес. Мен координаталық түзуде көрсетейін. Мынау қатаң емес, ал мынау жай теңсіздіктер, мынау қатаң. Міне бояймыз: 1,8 оңға қарай. Ал мынау 0,7 бұл қатаң теңсіздіктер. Бұлай шығаруға болады. Міне біз енді дәл координаталық түзу сияқты теңсіздіктердің табылған шешімдерін x үлкен 50-ден және де x кіші 70-ті бір координаталық түзуде кескіндеуге олардың ортақ шешімдерінің жиыны 50-ден 70 аралығы болады. Себебі 50 және де плюс теңсіздік, яғни плюс теңсіздік. Ал кейін минус теңсіздіктен 70-ге дейін. Міне өзі де координаталық түзуге сызып көрсеткен. Онда жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімдері жиыны 50-70 аралығы немесе 50x немесе 70 қос теңсіздік аралықты және бұл екі нәрсені жазуға болады: аралық түрінде және де қос теңсіздік түрінде. Жауабы: дәптердің бағасы 50 теңгеден артық, бірақ 70 теңгеден кем. Міне мысалды түрінде көрсетілген. Ал енді келесі 62-ші бетімізге өтейік. Міне жауабы тұр. Енді біз мына 967-не ауызша оқиық. Екі саны теңсіздіктер жүйесінің шешімі бола алама ауызша дейді. Біз былай оқимыз, қараңыздар: 3x плюс 4 кіші 13-ден x азайту 1 үлкен минус 5-ден. Егер оңға қарап тұрса кіші болады, ал солға қарап тұрса ол үлкен болады. Кіші 13-ден, үлкен минус 5-ден, кіші 0-ден, кіші 5-ден деп айта беруге болады. x плюс 4 кіші 0-ден. Міне 2x минус 3 үлкен 5-ден.
4х минус 3 үлкен, яғни кіші, үлкен 5-тен, х азайту 7, кіші 0-ден. Міне, егер оңға қарап тұрса, ол кіші болады, солға қарап тұрса, үлкен болады.